Банан қабығының пайдасы. Банан қабығы бананның өзіндей болмаса да, көп қажетке жарайтын пайдалы жақтары көп. Сол себепті оны қоқысқа тастамас бұрын нендей мақсатта пайдалануға болатынын біліп алыңыз. Банан қабығын жеміс көшетін отырған кезде пайдалануға болады. Көшет отырғызылатын топыраққа тастаңыз. Банан сірке суы. Банан қабығынан әдетте қышқыл әрі ащы болып келетін сірке суынан дәмі өзгешеленіп тұратын, яғни тәтті сірке суын алуға болады. Оны салатқа қосуға болады және су мен шайдың хош иісін арттыру үшін пайдалануға болады. Банан қабығымен етті маринадтау. Етті қуырған кезде оған банан қабығын араластырса, етіңіз жұмсақ әрі дәмі тіл үйіретін тағам болып шығады. Тісті ағартуға таптырмас құрал. Тісті ағарту үшін банан қабығының ішкі жағымен тісті ысқылау қажет. Қышыған жерді басады. Маса немесе бірге шаққан жеріңіз қатты қышып қоймаса, банан қабығымен ысқыласаңыз қояды. Тікенге қарсы құрал. Тікен кірген жерге банан қабығын қойсаңыз, тікен терінің үстіңгі жағына қарай тартылады. Артынан суырып тастайсыз. Күйеге қарсы құрал. Киімнің жауы болып табылатын күйеден құтылғыңыз келсе, банан қабығын қойсаңыз жеткілікті. Өйткені банан қабығы күйені өзіне тартып алады. Бөртпе, ұшық, безеуге қарсы құрал. Бетіңізде көркіңізге көлеңке түсіретін безеу, бөртпе пайда болса, банан қабығымен сүртіңіз. Алайда онымен артынан бетіңізді тұтас сүртіп жүрмеңіз. Нәтижесі көп күттірмейді. Сүйелді кетіреді. Бананның қабығы халық емінде сүйелді кетіру үшін қолданылады. Ол үшін бананның қабығын іш жағымен сүйелдің үстіне қойып, бір күнге байлап қоямыз. Сүйел жоқ болып кеткенше осылай істеп жүру керек. Кейбір сүйелдер бір аптада кетсе, кейбіреулерінің кетуі үшін бір айдай уақыт қажет. Тізе буындары ауруының кетуіне көмекші болу үшін бананның қабықтарымен тізелерді уқалау керек. Аяқтағы күстерді жұмсарту үшін банан қабығының ішкі жағынан бір қасық мөлшерде қырып алып, күстелген бөліктерге жағып байлап қойыңыз. Құрамындағы калий және май аяқ киімді жақсы жылтыратады. Банан қабығының ішкі жағымен аяқ киіміңізді ысқылап, бір матамен тазалап жіберіңіз. Күмісті тазалайды. Бананның қабығы өні кетіп қалған күміс заттарды қалпына келтіреді. Ол үшін қабықты блендерде тіс пастасына ұқсағанға дейін су қосып еземіз. Артынан жұмсақ матамен күмісті тазаласақ, біртіндеп қара дақтардың кетіп жатқандығын көресіз. Одан кейін күмісті банан қабығының қалдықтарынан тазартып, жылтырату үшін жұмсақ матамен жақсылап сүртесіз. Достар, бүгін дайындаған банан қабығының пайдасы атты ақпаратым ұнаса, каналыма жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар.